Ант 13 бөлім. Қару асынған саналы азаматтың көтерілістен соң ат арқасында кеткенін көзімен көрген ел оларға сүйсінді де, естіген жұрт өздерінің бақай жәрмеңкесіне бармай қалғанына күйінді. Көп халық патшаға қарсы үн қатып, майданға адам бермеуге бел байлағанын, жәрмеңке үстінде де ауыл-ауылдарына қайтып оралғандарында да ашық айтты. Әттең, кәрі жас түгел құр қол тұр. Еркектердің мысық ұрып бар билік енді әйелдердің қолына көшті. Жайшылықта оты сөнбейтін ошақ шоғы көмескі, бала-шағаның қара қазанға телміре қараған сәби көздерінен кешегі күнді көксеген уайым көрінеді. Ата-ана оны бағып жерге қарайды. Ауыл өмірі күрт өзгерді. Ойын-күлкі, той-томалақ естілмеді. Өздерінің азаматтық борышын өтей алмаған еркектер түнемелік әйелінен бөлек жататын болды. Ал әйелдер жағы күні бойы еркекше киінетін әдет шығарып алып жүр. Әрине, бұл еркек үшін үлкен сын да кешірілмес-мін. Ауыл біткеннің қазіргі хал жағдайы осындай сергелдең күйде. Сеніміміз сынға тіреліп тұр. Дала үнсіз жатыр. Көкті бірте-бірте қоңыр бұлт торлап келеді. Мал жазғы жайлаудан күздікке қарай бет алған. Қыстың қамы қыруар жұмыс, бәрі алда тұрған бейнет. Ойы бөлінген шаруа оны неден бастап неден аяқтарын білмей отыр. Қызылжиденің болысы Сабаншы орнынан түсіп, орнына Сүлеймен Ордабайұлы сайланыпты деген хабар тарады. Бұл да бір үлкен жаңалық. Елін ақылмен басқарып, құлашы жеткенше әділдікті туғып ұстаған адамның аттан түскеніне жұрт іштей күйінді. Сабаншының халқымен қоштасарда әділдік туралы билікті көп айтып, әділдік үшін аз күрескен екенмін. Елім сені көп басқардым, бірақ күреске бастай алмадым. Саған керегі сөз емес, күрес екен ғой. Мұны ат арқасына мінген кейінгі жастар ескерер деп үміттенемін деген сөзін ел бірден бірге алып қашты. Осыншама жыл ел билеп отырып, құр сөзден басқа қолында билігі қалмаған Сабаншының алдағы тағдыры турасында да ойлады азаматтар. Өзі би, өзі болыс, өзі шешен Сабаншының есімін құлақ жетер жерде естімеген, білмеген, қолын алып көрмеген жан азын-аулақ. Ол қонақ болған ауыл бір жасап қалушы еді. Бәрін жүйе-жүйесімен көкейге қондыра сөйлеп, тыңдаушыны үйіріп әкететін шешеннің шеберлігін кейінгі ұрпақ қалай бағалар. Болыстар соғысқа баратын адамдарды тізіп жатыр екен деген сыбыс ауылдан ауылға, үйден үйге шапшаң жетті. Жұрттың қорққаны да осы болатын. Жарлықтың орындалуына енді ешкім де шек келтірген жоқ. Әр ел өз болыстарының үйіне көз тігіп, полициядан қарулы күзетші қойылғанын көрді. Жұртқа ойпырмай, болыстар да патшаның адамы екен ғой деген ой осыдан кейін барып туды. Асы мен Қарқарада не болып жатқаны белгісіз. Әскери бекіністен өре шыққан қарулы қазақтар бұл жәрмеңкелерге тірі жанды жібермей араларын бөліп тастады. Әйтсе де Бақай тауындағы жәрмеңкеден кейін есті азаматтар қосарына ат алып, асыға аттанып кетті. Олардың ендігі үміті тек асы мен Қарқарадағы күрес. Шелек те өзгерді. Пристав Үскілеевтің әмірімен біраз адам абақтыда отыр. Көтеріліске тікелей қатысқандардың үкімі алдын ала шығарылып, тергеу тексерусіз өлім жазасына кесіліп қойған. Көтерілісшілерге осы көмек берді-ау дегендерден жауап алынып жатыр. Шымболатова Бәтиманы жауапқа шақырды. Анада зәре жоқ. Баласы жөнінде бір әңгіме болатынын іштей күтіп жүрген. Өз бағдарынша Ахметжан тым шектен шығып кеткен сияқты. Әр қадамы, істеген ісі анаға белгілі. Ат ауыздықпен су ішіп, ер етіктен су кешетін сергелдеңде тұрған шақта 15 жасар баланың атқарған қызметі үлкен. Аман есен құтылып кетсе тәубе, сол ғана бар тілегі. Бәтима
тергеушінің алдында отырған Зинаида Павловнаны көрді. Екеуі бас изесіп қана амандасты. Жұқалтан келген жақ сүйегі шығыңқы тергеуші Шымболатованың жүзінен абыржу, үрей іздеп Бәтимаға тесіле қарады. Ахметжанның ұстазы Зинаида Павловна Корчмарик 30-дар шамасындағы сұңғақ бойлы әйел. Уақыт өткен сайын шыдамы кетіп, біресе тергеушіге, біресе Ахметжанның шешесіне қарай береді. Бәтима ханым, деді кенет тергеуші, саусағымен столды тақылдатып отырып, сіз де еріңіз де басқа қазақтарға қарағанда мәдениетті адамсыздар. Басқа қазақтарға қарағанда мәдениетті адамсыздар деген сөз Зинаида Павловнаның жүрегіне оқтай қадалды. Тергеуші мырза, сөзіңізді бөлгеніме кешірім сұраймын. Өзіңіз дәм-тұзын татып отырған қазақ халқының сіз қандай мәдениетсіздігін көріп едіңіз? Осында қызмет істегеніңізге біраз болды. Қазақтың бір сөзін де білмейсіз. Оның мәдениетіне сіз қалайша баға бере аласыз? Әшейінде көп сөйлемей тұйық жүретін әйел тергеушінің есін жиғызбай шапшаң сөйледі. Бірақ тергеу жүргізу тәртібін жетік білетін офицер екі әйелге тек сұраққа жауап беруін ескертіп әңгімеге тура көшті. Сізді балаңыз Ахметжан Шымболатовтың полицияның бақылауында екенін ескерту үшін шақырып отырмын. Мұны біріншіден Бәтима ханым, жоғары мәртебелі патша ағзамның ақылы әлі толыспаған жастарға көрсеткен қамқорлығы деп таныңыз. Екіншіден, Ахметжанның бөтен жолға түсуіне саяси қылмысымен тұтқынға алынған Корчмариктің ықпалы себеп болғанын айтқым келеді. Күдік пен әрекеттің мағынасы екі қилы. Тергеуші мырза, күдік қылмыс емес. Ал сіздің сөзіңізге келсек, мен Шымболатова Бәтиманы жауапқа шақыртқандай әрекетті көре алмай отырмын. Мен жөніндегі айтқандарыңызда шындық жоқ, жала. Тергеушінің түрі шапшаң өзгерді. Әуелі самай шашы едірейіп шыға келді де екі көзі Корчмарикке қадалды. Шымболатов, сіздің ойыңызша алдымен қылмыс істеп, жазаны содан кейін барып тартуы керек педі? Құрметті офицер мырза, сіз менің сөзімді дұрыстап түсінбеген екенсіз. Мен қылмыс істемеген баланы жазықсыз жазалап, қылмысқа итермеңіз деп отырмын сізге. Ахметжанды мен өте жақсы білем. Мынадайымнан, деп столдың биіктігін көрсетті. Ол менің көз алдымда өсті. Сабаққа үлгеруі өте жақсы. Пристав мырзаның қай жерінен оның саяси қылмыскер көріп жүргеніне таңданам. Айыпкер Корчмарик, сіз өзіңіздің осы айтып отырған сөзіңізге жауап бере аласыз ба? Үсті басы жинақы, киіміне қыртыс түсірмейтін, жаңа ғана ақ кіре бастаған шашының өзін сырт көзге сәнді қып көрсете білетін әйел, тергеуші түгіл, сауатсыз жаннан естіп көрмеген бұл дөрекі сұраққа не деп жауап берерін білмей, Ахметжанның шешесі алдында қатты ұялды. Бере алмассыз, айыпкер Корчмарик. Ертең шелекке оқу инспектор келеді. Шымболатовтың тағдырын сол шешеді. Жоқ, тергеуші мырза, Ахметжан үшін мен кімнің алдында болса да жауап берем, деді Корчмарик даусын көтермей. Өз шәкіртінің кім екенін білмеген ұстаз емес. Офицер Корчмарикке күле қарады. Кезінде Коневте сізден оқыған айыпкер ұстаз. Оқыды, сіз сол Конев үшін де жауап бересіз. Конев өзі үшін өзі жауап беретін азамат. Егер ол өзінің туған жеріндегі Шелек өзенін үлкен өмірге балап, сол өзенге таудан аққан көп бұлақтың біреуін осы училищемнен ішіп етін деп бағаласа, мен ризамын. Міне, бұл шындық сөз. Бірақ бұлақтың бас аяғы болады, айыпкер. Оқу мен тәрбие де сол сияқты. Сіз мырза, бұлақ біткеннің бәрін бірдей санамаңыз. Сусының қанғанша ішкін келіп, құмартып тұратын мөлдір бұлақтар болады. Суы айдан басталып, аяғы шалшық батпақ болып кететін бұлақтар да бар. Оның да суын ішеді шәкірт. Әркімнің алған тәрбиесіне қарай бәрі. Ұстаздың жүгі ауыр. Наполеонның да ұстазы болған. Ол Еуропа халықтарын қанға бояп жатқанда
қолына кітап ұстатқан тұңғыш ұстазы қуанып отырды дейсіз бе? Вильгельм екіншінің ұстазы ше? Тергеуші қызараңдап қалды. Бұл училищеде өзі де оқыған, қолындағы бұйрықты беріп отырған Үскілеев те осы училищенің қабырғасынан шықты. Корчмариктің кімнің қандай бұлақтардан сусындайтыны туралы айтқан сөзі жұмбақтау болып естілсе де кімдерді мегзегенін білді. Ал Наполеон мен Вильгельм екіншінің есімдері аталғанда қуанып кетті. Сіз, Корчмарик, училищені бітірген адамдардың қатарында кімді атар едіңіз? Бұл сұраққа сіз өзіңіз қалай жауап бере алар едіңіз? Деп ұстаз алдына құрылған торға түспей құтылып кетті. Ахметжан Шымболатовтың баста тұтқынға алынбақ болғанын офицер жақсы білді. Үскілеев жәрмеңкеден оралған бетте оны нөмір 2-ші тізімге кіргізіп қойып, жазалаушы отрядтың келуін күткен. Қазір қара халықтың жазығы жоқ еді. Оларды жоғары мәртебелі патша ағзамның жарлығына қарсы көтеріп, үгіт таратқан Конев, Малахова, Корчмарик, Верныйдің патшаға наразы бұзықтары. Бұдан кейін елге тыныштық орнайды демек болып, бұйрығын орындауды кейінге қалдырды. Ахметжанның шешесі Бәтима мен Зинаида Павловнаның көзінше сөйлесуі де тергеушінің саясатқа құрған айласы. Күзетші келіп, Корчмарикті абақтыға қайталып кетті. Бәтима Шымболатова баласының бұдан бұлай көтерілісшілерге жоламайтынына қолхат беріп тергеушіні сендірді. Ана өзі қол қойған осы бір жапырақ қағаздың баласын полицияға ұстап беретін документ екенін қайдан білсін? Ахметжанды бір қауіптен құтқарып алдым ғой деп қуанды. Бірақ жас күрескердің оққағары бар екен. Қазанда шығатын газеттің бірінші бетінде кулактардың көтерілісшілерге көмегі деген хабар жарқ етті де, Үскілеев бұдан соң өз басынан қорқып, тұтқынға алынған адамдарға азаптың бұрын соңды естіп көрмеген түрлерін қолданды. Ахметжан мен Байыр Шымболатовтардың ісін әзірге қозғамады. Зинаида Павловна сол түні абақтыда ессіз жатты. Феняның шыңғырған даусы естілді. Қылмысын мойындату үшін қолданылатын тәсіл аз ба? Төбе шашын қылышпен сыпыра бастағанда қаны бетке сорғалап, әйелдің құлында құлыны шықты. Амал жоқ, бар шындықты Феня жылап отырып баяндап берді. Ендігі кезек Маринанікі. Ол қайыспас, қайсар әйелге жазаның қай түрін қолдауды пристав көп ойлады. Бақайдағы оқиға есіне түсіп кеткенде орнынан атып тұрып, тірі жанды аяқсы келмейді. Марина алғашқы жауап үстінде: мен Алексейден артық емеспін. Атып өлтірсеңдер де ризамын. Бұл қасиетті шындығым. Оны сатуға менің арым бармайды. Маған не істесеңдер де көнемін деген сөзден таймады. Бірақ Маринаны ешкім азаптамады. Жауап алудың тәртібін сақтап, тергеуші көптеген анықтамаларды толтырып отыр. Қыз кезіндегі фамилиясы, аты жөні, туған жылы, оқыған жері дегендей кілең бір қысыр сұрақтар. Абақтыға кетіп бара жатып, Малахов тергеушінің біреулерге приставтың бұйрығын орындаңдар деген сөзін ғана естіп қалды. Қас қарайған кезде абақтының есігі ашылып, Малахова киіміңді алып бері шық деп айқайлады күзетші. Түнде екі күзетші Маринаны шелектің құрақты төменгі иіріміне жалғыз апарып тастап, өздері кейін оралды. Малахова мұның қандай жаза екеніне түсінбеді. Түн қараңғы, аспанда бұлт бар, жаңа толса түскен ай бұлт жолақтарының арасымен шапшаң жылжитын сияқты. Құрақ сыбдыр қағып, қысқа ғұмырын жесірге сырғып шертеді. Ертең ел отын ғып шауып әкетеді оны, орнына жас құрақ көктеп шығады. Бірақ Маринаның Алексейі енді қайтып оралмайды. Қазір жесірдің өзіне де қатер төніп тұр. Мылтық қай жағынан атылады. Әлгі кетіп қалған екі күзетші айлағып, қасында жасырын қайыра келіп тұрған жоқ па? Оқ қарсы алдынан атылса ше? Ет қызуымен келіп түсіп, түн салқынын әйел аңғармап еді. Үстіндегі киімі жеңіл. Марина денесінің діріл қағып тұрғанын сезеді.
иірім Алексей екеуінің сан рет болған жері. Салт атпен келіп, екеуі құсатып, аз да болса қуанышты күндерін осы арада бірге өткізген. Қазір сол құрақтың жағасында жалғыз тұр. Кенет жүрегі тулап, жесірдің бойынан күш кете бастады. Құрақтың арасынан қарайып келе жатқан адамды көрді. Сәл кейін шегінді Марина. Мылтық қазір атылады. Бұл кім атайын деп келе жатқан? Кім екенін қажетіне? Алексейді атып өлтірген адамды кім біледі? Малахова есін жиып, алдынан шыққан адамға қадала қарады. Марина. Әйел Черепковтың даусын бірден таныды. Степан Харитонович, бұл арада неге жүр? Скулеевтің бұл кездесуді әдейі жасағаны ма? Черепковтың көздеген мақсаты не? Марина, сен менен қорықпа. Степан Харитонович, мен сіз түгіл, Скулеевтің оғынан да қорықпаймын. Мен де қорықпадым ол оқтан. Марина, қару-жарақты тізіп жазған қағазды Феняның саған апарып берерін, сенің көтерілісшілерге жеткізетініңді біліп, қандай жаза болса да тәуекелге бел байлаған мен. Оны не үшін істедіңіз? Не үшін дейсің бе? Сен, Марина, Ресейді дүрілдетіп келе жатқан өмірдің қайда апарарын білмейсің жаным. Оны көтеріліс ашқан жігіттер де жете түсінбейді. Васяның үгіті ғана олардың білетіні. Сен мені тыңда. Орыс жұмысшыларының жеңуіне мен кәміл сенем. Маркстың «Капиталы», Лениннің «Тап күресі» жөніндегі еңбектері езілген халықты революцияға әзірлеп жатқан күштер. Сіз революцияның жеңетініне шын сенген болсаңыз, көтерілісшілерге неге еріп кетпедіңіз? Сол көтерілісшілерді қаруландырған мен емес пе? Ертең не істерімді қайдан білесің? Күрес әлі алда, Марина. Малахованың сұрағы сарқылды. Степан Харитонович пен Васяның сөздері бір мазмұнда сияқты. Черепковтың қаруды беруі және де шындық. Соңғы рет кездескенде бәрін өзі айтып, Маринаның рахметін естіген. Скулеевтің адамдары алып келіп, түн ішінде мұнда жолықтыруында не мән жатыр деген соңғы сұрақ келді басына. Черепков күлді. Мен сені бүгін өлімнен алып қалдым, Марина. Әлгі екі адам сені атып кетпек еді. Ақша беріп оларды зорға көндірдім. Ертең жасыратын жерді де ойластырып қойдым. Сізге көп рахмет, Степан Харитонович. Маған көрсеткен жақсылығыңыз сол болсын. Мені шелекке жеткізіп тастаңыз. Скулеев аты өлтірсе де мейлі. Бәріне де төзген жанмын. Сізден өтінем, Степан Харитонович. Тіпті сізді көрдім деп те айтпаймын. Марина, сен өзіңнің не айтып тұрғаныңды білмеймісің? Скулеев менің күйеу балам, бірақ ол менің жауым. Малахов абақтыда отыр қазір. Ертең Мальков та қамалады. Оның үстіне сенің аман-есен қалада жүргеніңді көрсе, әлгі кеткен екі күзетшіні, Коневті, мені мен сені, Скулеев қоса тықпай ма торға? Бәрімізге кесілетіні бірақ жаза атыламыз. Степан Харитонович, жаңа сіз Малахов абақтыда отыр дедіңіз. Дедім, ол шындық. Скулеев сізді неге қамамады? Ол сізден жауап алып еді ғой. Скулеев губернатордан рұқсат болмайынша мені қамай алмайды. Сен екеуміз Верныйға шапшаң жетіп, хабардың алдын орап кетуіміз керек деп Черепков әйелге төніп келді. Егер бұл сапардан бас тартсаң, Маринка, мен сені анау тұрған көлікке күшпен отырғызам. Қараңғы түн әйелді көзден тасалап, қойнына құшқан секілді. Жесір сенді ме? Оның сөзіне күмәнді тұрма. Ендігі ойын соған орай бұрып, тезірек іске көшу керек. Бірақ Маринаның жүзін қулап көре алмады. Әйел Степан Харитоновичтің ентіге дем алып, өзін құшақтай жөнелмек болып тұрған кейпін қимылынан таныды. Бірақ орнынан қозғалмады. Бәрібір жаяу қашқанмен атты адамнан құтылып кете алмайды. Жекпе-жек айқаса кететіндей болса, қарсыласып бағуды көздеді. Әдепке бетте бар шындықты алдына жая сөйлеген Черепковқа сенгендей болып, үйіріле түскен көңілге қобалжу тудырған айлалы кулактың губернатордан рұқсатсыз қамауға бата алмайды. Верныйға тезірек жетіп, хабардың алдын орап кетуіміз керек деген сөзі рас па мұнысы? Егер көтерілісшілерге көмек беру ниетімен өзі көрінгісі келмей Феня арқылы
жөн сілтегені адал ниеті болса, сорлы әйелді Скулеевке ұстап беріп, соншама шырылдатуы қалай? Губерниялық полицияға алып барып, өзін ұстап бермесіне кім кепіл? Марина бұл күдіктерін сездірмеуге тырысып, Степан Харитоновичтан губерния орталығында неше күн болатындарын сұрады. Бір күнде барып жетеміз, келесі күнде онда болып жұмысты жайғастырамыз да, үшінші күні қонаға шелекке қайтып ораламыз деп асығыс сөйледі. Керек адамдарымен түнде де жолға алатынын білдірді. Степан Харитонович, олай болса, Верныйға менің баруымның қажеті қанша? Егер менің тағдырыма қамқорлық жасағыңыз келсе, көтерілісшілерге кетіп ақ қалайын. Марина, сен жастық дәуреніңнің өтіп бара жатқанын білемісің? Жесір күліп тұрып сөйледі. Степан Харитонович, уақытта манадан бері құр ысырап қылғанша, әңгімені осылай бастауыңыз керек еді ғой. Мен бейбақ оны қайдан білгем. Бірақ, құрметті Черепков мырза, сіз орыстың, жас жанның үміті құрбыларының күшінде, жасы келген адамның арманы өз ішінде дейтін ақылды сөзін ұмытып қалған екенсіз. Шешін, деп әмір берді Кулак. Жақсы шешінейін, шешін. Түн қараңғысы жесірдің аштайын жасырмады. Степан Харитонович ағытылған түйменің тырсылынан бастап, жерге сыпырылып түсіп жатқан киімдерді іштей санайды. Бұлт астынан бір сәтке жарқ етіп шыққан ай сәулесіне шағылысқан аппақ иықтарын көріп, нәпсісін тежей алмай зорға тұр. Мұндай кезде әйел біткеннің қимылы бір тым баяу. Еркекті сынағысы келе ме, әлде құнын арттырмақ па? Бірақ Марина олардың бәрінен де бөтен. Осы кербес қимылының өзі сарқылмас сұлулық. Марина, басына түскен құрықты сыпырып тастаған асау жан қазір, дәл қазір салқын ауадан дірілдеп келіп, Кулактың құшағына енеді. Марина, Ресей, екеуі егіз. Маринаны құшақтағаның, Ресейді құшқаның. Степан Харитонович, сіз де шешініңіз, бірақ киімдеріңізді кейін таба алмай, шелекке тыржалаңаш оралып жүрмеңіз. Қорқытпа мені, Марина. Қорқыту емес, Степан Харитонович, шындығым. Көтерілісшілердің бір тобы осы құрақтың ішінде. Біздің даусымызды естісе болғаны дәл қазір жетіп келеді. Черепков кейінірек шегінді. Күйеу баласына Феня қарудың тізімін берген адамнан жауап алуды маған тапсыр деп өтінгенде, көтеріліске қатынасқандардың шелекпен байланысын біліп, солардың ортасына еніп алу бірінші мақсат еді. Екіншісі, осы бір аласапыран кезеңге қарамастан бой жасартуды көздеген. Андрей Скулеев қайнатасының ол ойын түсініп, іштей риза болды. Таң қараңғысымен шелекке жетіп, Черепков әйелді көліктен түсірді де, өзі Верныйдың жолына қарай бет алып, қара жолды шаңдата жөнелді. Тұтқында отырған біраз адамды Скулеев өзеннің жар қабағына апарып аттырып жіберді. Көтерілісшілерден хабар әкелу үшін кетіп, кешкілік үйге қайтып оралмаған Дабылдың сүйегін Ахметжан мен Құрмаш қараңғыда жағадан іздеп туған жеріне жеткізді. Ахметжан Шымболатов бейіт басында досына ант берді. Өмірім жеткенше досым, сенің кегіңді алып өтермін. Ұйықтама, ояу жат, біздің үнімізді күнде естейтін бол. Үлкен кіші күңіренді. Бақай жәрмеңкесінің сілтісі болар. Жұрт бірінің бетіне бірі қарамай тұрып жылады. Ау ағайын-ау, өне бойы халық жалғанды желеу ғып жүре бермек пе? Аға баланы өтірікпен ауыздандырса, іні ертең ағаның өзін алдап кетпей ме деп тұр көп ой. Арыстан баба дүрдің жәрмеңкедегі арсыздығына мұнша күйінбеген. Дабылының өлімінен белі шойырылып отырып қалды. Жігіттер оны үйіне көтеріп әкелді. Қарт таяғымен оң құлағын әлсін-әлсін салып қалып, кішкентай Дабылым баба деп айқайлайды, деп тұрғысы келеді, көтеріле алмайды. Тыныштық сәті, айтылар сөз қалмаған сияқты, әлде де сөз табылар еді-ау. Құлағын салып отырған бабаның қолын кім ұстар? Қара күшті құрметті қартқа көрсету қиянат қой. Дабылдың соңына тастап кеткен баба деген даусын өле-өлгенше тірі жан ұмыталар ма? Кенет үйге Үсенұлы кіріп келді.
Жігіттер сескенді ме, сүйсінді ме, орындарынан өре түрегелді. Отыра беріңіздер, мен жалғызбын деді де, ол бабаның алдына барып тізе бүкті. Сіздің ышқынған үніңізді естідім ғой баба, қазалы болған екенсіз. Бұл жалғыз сіздің қазаңыз емес, арыстандай бабасы бар бүкіл қазақтың қаралы қазасы. Жалған мен шындық алысқанда шындықтың мерт болатынын білетін едіңіз ғой. Кешегі ат арқасында кеткен азаматтардың бел байлағаны осы емес пе еді? Солардың атынан, өзімнің атымнан көңіл айтуға алдыңызға келіп тұрмын. Баба ақ таяқпен құлағын салып қалып, Үсен ұлына қарады. Рақмет балам, ерлігіңе ризамын. Сендерге еріп кеткім келіп еді. Жасы құрғыр, етектен тартып жібермеді. Қастарында дүрім жүру керек еді. Оның жайын өзің көрдің. Үмітім, дабылымнан айырылдым. Қол беретін мен сорылда не қуат бар сендерге? Дүріңіз өзі іздеп келсе де, біз маңымызға жолатпас ек. Сіз керексіз баба. Мен керекпін бе? Сіз керексіз. Бір басыңыз мың басқа татиды баба. Дүрдің қолындағы бөтен сойыл. Дабылыңызды үкімет өлтіріп, сіздің беліңізді сындырмақ болып еді. Асыл атаның белінің болаттан жаралғанын олар қайдан білсін? Шырағым-ай, керексің деген бір сөзің маған күш берді-ау. Неткен дуалы ауыз едің деп баба босай берді. Көзден жас енді парлады. Біттім ғой деп күн санап жүруші еді. Бекер екен онысы. Елі оны есінен шығармайтын болып шықты. Дабылы жау қолынан мерт болған жас батырдай ерлерді намысқа көтерді. Тірі жүріп, өз көлеңкесіне өзі қорқатындар аз ба? Өліп жатса да, жұдырықтай немересі жер жаңғырықтырып, саналы ерлерді ат арқасына қондырды. Көкірегінде шыбын жаны тұрғанда, өзі енді туған елінен не аянар? Бүгін баба, шаршаған боларсыз, демалыңыз, ұрланған қойларыңыз қорада тұр. Сізді алып кететін сенімді адамдар бар. Күшеніп енді сізге күн көрсетпейді. Қош, көріскенше сау болыңыз. Ағайын, сіздер де аман болыңыздар деп Үсен ұлы үйден шықты. Ол сенімді адамдар деп Құрманғали мен Ахметжанды мегзеді. Екеуі Арыстан бабаны атқа мінгізіп қалаға алып келді. Байырдың қазір қолы бос. Тері заводы, дүкен, жел диірмендері жабық тұр. Бабаның қанша сөйлесе де сарқылмайтын асыл сөздеріне құлақ түре отырып, асыда болатын жәрмеңкеде хабар күтеді. Баба бір сөзінде, біздің бір атамыз 90-ға келіп отырып, елдің күйзелген шағында 90 көрейін деген жасым беді, быламық жейін деген асым беді деген екен. Мен де қазір 90-ға келіп тұрмын. Байыр, көпті көрдім дегенім Бақайдағы оқиғаға қарағанда бекер екен. 3 түрлі кереметті көрдім. Әлдінің әлсізге істеген озбырлығын көрдім. Әлсіздің әлдіге көрсеткен айбарын көрдім. Арқа сүйеп жүрген азаматтың арын арзанға сатқан арсыздығын көрдім. О, інім, алдыңғы екеуі туралы айтпаймын. Оны сендер менен артық білесіздер ғой. Менің айтарым тек соңғысы. 90 жастағы шалға бұл жүкті жалғыз көтеру ауыр екен. Дабылым ортаға шығып, ит те болса ағасы ғой. Оның өтірік жығылғанын айтпағанда, мен сол жерде өліп кететін едім. Әке-шешесі дүниеден ерте кетіп, 2 немерем қолымда қалды. Кешегі оққа ұшқан дабыл 3 айлық, дүр 8-де, екеуіне әрі әке, әрі шеше болдым. Байырау, әріге бармай-ақ қояйын. Шіркін, ата алдында борыш деген болмайтын беді деп тебіренді. Байыр бабаның сөзді аяқтамағанын біліп, жауап қайтаруға асықпады. Қазір менде не күш бар, елімді сүйсіндірген балуан едім. Дүрді жасынан сол өнеріме баулыдым. Ол атасының өнерін сатып кетті ғой. Мен де аспаннан түскен жан емеспін. Өнер халқымыздікі еді. Ертең жұртымның бетіне мен қалай қараймын? Мені қойшы, бір аяғым жерде, бір аяғым көрде тұрған жанмын. Бар ұятты арқалап кете беремін. Туған елін, әке-шешесін тыңдаймын деп қашып келген мына қызымның күні не болмақ? Айтып болдыңыз ба, баба? Болдым, Байыр. Болсаңыз енді менің сөзімді тыңдаңыз. Көп халықтың азаматы сатама арын.
Жоқ, аз халықтың азаматы сата ма, гәп онда тұрған жоқ. Сөзге тез еріп, ақырын ойламайтын жігіттер әр елде де бар. Сіз болсаңыз, бір елдің тұғырысыз. Шіріген бір жұмыртқа үшін қайыспаңыз да қамықпаңыз. Ғайниға келсек, ол өзінің тірі жесірлік тағдырына бекінген бала. Сіз біздің үйде демалып, жігіттерден хабар күтіңіз. Ғайни Нәписаның үйінде болсын. Сізді жасартатын түбі осы балаңыз болар. Бәтимамен екеуміз көпке үйренген адамдармыз. Халқыңыз жұбын жазбай тұрғанда сізге сары уайымға берілу ертерек баба. Жаңағы екі керемет жөнінде дұрыс айттыңыз. Қазақты құртып жүрген ұру ғой. Ұзақ батыр бастаған 5000 адам өзара күш біріктіре алмай жатыр деп естідік. Бекболаттың көтерілісінен және де хабарсызбыз. Амангелді батыр Лаврентьевтің корпусына төтеп бере алады. Оған біз сенеміз. Әңгіме дүрдем екен. Дүрліккен елде емес пе баба? Солай болар, иә, солай баба. Халық сізді қарғамайды, соған сеніңіз. Қолына келін болып түскен Ғайниді Бәтима ыстық көріп, соның төңірегіне үйіріле береді. Бір кезде өзінің мұсылманша оқытқан шәкірті сондай ыстық. Ахметжан мен Құрмаш хабар күтумен жасырынып жүр. Нәписа Ғайнидің қасында. Дабылдың өлімі жеңгесіне ауыр тиді. Үхілегенде көкірегі қарс айырылады. Қайғыны жеңілдету үшін әрдеңені бір айтып, Нәписа көңілін көтерген болады. Басқа үйлерге ұқсамайтын бұл кедей шаңырақта ерекше дәстүр, тәрбие бар. Сол себептен де қонақ әзіл күлкінің әуенімен еркін отыратын. Ғайнидің көз алдына ақ танау арғымағы аспанға атылған Үсенұлы жетіп келді. Ел қамына бағыштаған оның сөздері құлағында әлі де сапылдап тұр. Сол азаматтың ұранын Құрмаш пен Нәписаның тар үйдегі өмірінен көргеніне қуанды. Нәписа күліп отырып, сен не ойлап отырсың, деді Ғайниға. Сенің қуанышыңа ортақ болып отырмын. Көп рахмет, Ғайни, деп Нәписа досын құшақтай алды. Өзің не ойладың? Мен бе? Екі құрбының сөзін аяқтатпай үйге Құрмаш кіріп келді. Ол түсі бұзылып асығыс сөйледі. Мен кетем, қашан келерім белгісіз. Кешігіп қалсам, екеуің жата беріңдер деп наганын қойнына тықты. Бұл да қуаныш, деді Ғайни Нәписаның қоңырайы түскен жүзін көріп. Жолдасың халқы үшін күресіп жүрсе, одан артық бақыт бар ма? Тірі жесір мен келіншекке сырттағы дүние тар қапас, қорқынышты, қараңғы көрінеді. Екеуі біріне бірі жабысып отырып, сол дүниеге құлақ түреді. Екеуінің жүрек соғысы да тұтасып алған, бірге естіледі. Қорқасың ба? Қорқам, деді Нәписа. Ахметжан мен Құрмаштың тағдырынан қорқам. Шынында да көшелер тынымсыз, тасырлатып шапқан солдаттар, полиция адамдары қаланы шырқайналып, қауіпті деген үйлерді тінтіп жүр. Ара-тұра винтовканың тарс еткен даусы қараңғы түнді осып өтеді. Қайнатасының үйіне кіріп келіп, кулактың балаларына, қазақтан адам алынбайтын болды. Жаңа сондай бұйрық келді. Адам орнына мал алынғалы жатыр деген Үскілеевтің сөзін естіп, Феня қуанып қоя берді. Тергеушінің жауап алу үстінде көрсеткен зәбірін ұмытып, Маринаға тезірек жолығу болды есілдерді. Тергеушіге Маринаның есімін атағанын бетіне шіркеу көріп жүрген. Сол түннен бастап көзілген жоқ. Екі көзі жастан құрғамады. Пристав айтқан жақсы хабар өз жанына да жайлы тиіп, патшаның адам алмаймын дегенін соғыстың тоқтауына жорыды. Жалғыз баласы Николайды көрер күннің таяу қалғанына қуанды. Маринаның алдына барып, өзінің кінәсін жуғанша асықты. Феняның көңілі көтеріңкі, Үскілеевтің сөзі оны жасартып жібергендей. Мария Савельевна ас үйінде әндетіп жүрген даусын естіп, бір кезде үйде жұмыс істеп, күнін көрсін деп, қолынан өзі жетектеп әкелген қызды көз алдына елестетті. Көп ұзамай Феняға Степан Харитоновичтің көңілі ауғанын байқады. Верныйдағы таныс доктор Корчмарикке көрініп, үйге қайтып оралғанда жұмысшы қыздың өз-өзінен қысылып, көзге түскісі келмей, көбіне ас үйде оңашалана берген қалпын сезді. Степан Харитонович жоқта Феняны қасына отырғызып алып шынын айтқызды.
Степан Харитонович өте күшті адам, ол кісіге менің әлім келмеді деп жылады қыз. Мария Савельевна Феняның жүкті екенін біліп, Верныйдағы сіңілісінің үйіне апарып орналастырды. Келесі жылы тағы да өзі барып, баласымен алып қайтты да, теген күйеуі оқыста қаза болыпты деген сөз таратты. Феняның әндетіп, еркін жүргенін Мария Савельевна ұнатпады. 19 жыл бойы күндестік күйінішін іште сақтау Черепковтың әйеліне оңайға түспеген. Әйел күйеуінің әр сапарынан күдіктеніп отырады. Соңғы кезде үй ішіндегі уақ-түйекке ашу шақырып, қалшылдап, селкілдеп кететін болып жүр. Степан Харитоновичке бір ретте көзін құрт, анау пәленің жұмысты келіндерім-ақ істейді. Мен енді бұл өмірге шыдай алмаймын деп жылады. Асықпа, Мария, деді Степан Харитонович. Әйелінің ашу үстінде балаларының көзінше бірдеңе деп қалуға әзір екенін көріп, көп ұзамай өзі-ақ кетеді. Отқа Феня өзі түсті. Түнде жан-жағына жалтақтай қарап, жүгіре басып, Құрмаштың үйіне келіп кірді. Құрмаш пен Нәписаны аттандырып салу үшін келіп отырған Конев пен Маринаны, Байыр мен Бәтиманы, Байырдың балалары Хасен мен Ахметжанды, бейтаныс қазақ келіншегін көріп қуанды ол. Асығып аптығып тұрып, Үскілеевтің хабарын айтты. Әйелдің сөзіне үйдегілер қуанбады. Ештеңені естімеген адамдардай біріне бірі қарап қойып, үнсіз отыр. Сіздер маған сенбейсіздер ме? Марина, кешір сәулем, жаныма батқан соң шыдай алмай сенің есіміңді атағаным рас. Ал мынау хабар. Феня апай, Степан Харитонович Верныйдан қашан келді? Деп сұрады Малахова сұсты түрмен. Марина қалқам, Степан Харитонович Верныйға қалай барады? Ол үлкен баласының үйінде ауырып жатыр ғой. Далаға да шыға алмайды, жүрегі ауырады. Феня апай, бірінші хабарыңыз бекер еді, екінші хабарыңызға біз сенеміз. Қалайша бекер болады? Үскілеевтің өзі айтты ғой. Жоқ, оған біз сенбейміз. Онда өздеріңіз біліңіздер. Әйел далаға шыға беріп еді. Феня апай, деген Маринаның даусына қуанып, тез кейін бұрылды. Феня апай, бүгінгі күнгі шындық біз бен сізді жылтып келеді. Нағыз шындық қатал. Сіз жалған сөзді желі оғылмаңыз. Менің күйеуім өлді. Ол шындық. Жақында сіздің жалғыз балаңыз. Марина, Колям менің тірі. Ол ертең аман есен келеді. Жо, ашпа аузыңды, естімеймін сөзіңді деп, екі құлағын басты да жүгіре жөнелді. Агатова Феня түнімен, маған тірі жан сенбейді. Олар үкімет адамының сөзінде инабатқа алмайды. Колям менің тірі. Егер ол қаза болса, үкімет неге хабарламайды? Жо, бәрі бекер сөз деп өз-өзіне сөйлей берді. 2 түн бойы көзілмеді. Нені ұстап, нені істегенін білмей теңселіп жүр. Түске қарай үйдің бұрышынан лаулап жанған от көрінді оған. Феня одан көз алмай көп отырды. Степан Харитоновичтің әйелі таңдана қарап, ас жабдығы жайында айтып көріп еді. Феня оның сөзіне құлақ аспады. Бар назары отта. Шырағданның жарығындай болып, көмескі көрінген от бірте-бірте өсіп келеді. Бірақ бұрышта оған шарпылған дүние мүліктің иісі сезілмейді. Көзін жұмып, отқа қайта қарады. Жарық кішірейе түсіп, тағы көтерілді. Феня далаға шықты. Әлгі от жұмысшылар қаруға кеткен қойманың бұрышынан жанды. Мұндай кереметті көруі әйелдің тұңғыш рет. Қайда барса да, от көзінің алдынан кетпеді. Әуелі ағарып жылт етеді де, сонан соң бірте-бірте жоғарлай береді. Мария Савельевна, сіздер ана отты неге сөндірмейсіңдер? Деді әйел бір мезгілде. Қандай от ол? Әнекей, жанып тұрған жоқ па? Көрдіңіз бе? Қазір үйіңіз өртке кетеді. Мария Савельевна әйелдің түрін көріп, оның есінен ауысқанын білді. Феняның маңына бұдан кейін тірі жан жоламады. Бәрі де одан қорқып, тым-тырақай болып тұра қашты. Сендер сөндірмесеңдер, өзім-ақ сөндірем деп, Феня шелекті ала жүгіріп еді. Бірақ ол жақындаған сайын от қашықтай берді. Әйел көп әуреленбеді, қара терге малынып, діңкесі құрый бастады. Кенет далаға жүгіріп шығып, қалайық, Степан Харитоновичтің үйі өртеніп жатыр.
оны неге сөндірмейсіңдер? Ол менің жалғыз балам, Коляның әкесі емес пе еді? Көмек берсеңдерші. Андрей үскілеп патшаның қазақтан адам алмайтын бұйрығын жариялайды. Қалайық, ей. Хветко қақпа алдында жылап тұрып, Феняны винтовкамен атып салды. Әйел кейін бұрылды, күлген сияқты, қай жағына құларын білмей теңселіп тұр. Сәлден соң шалқалай барып құлап кетті. Феняның көзі аспанға қарап ашық жатыр. Сөндірмек болған оты көкке шығып алып, өтірік пен шындықтың тайталасқан шағында әлсізге өткел бермес ажал көпіріндей аспанға маздап тұрды да қойды. Қызыл жейде жігіттерінің майданға аттануымен асы жәрмеңкесінің ашылуы бір күнге дөп келді. Әдейі жасалған іс пе, немесе уақыттың осылай кездейсоқ келіп, бір күнде тоғысуы ма, оны ақылға салған тірі жан жоқ. Әркім өзінің қара басымен қайғы болып кеткен күндер. Майданға аттанатын жігіттер туған туысқандарымен қоштасып, бала шағаларының күн көрісті қамынан шырмалып шыға алмай жүрде, асы жәрмеңкесіндегілер үн-түнсіз Верныйдан келген ұлық Клубуницкийдің не дерін өздерінше тұспалдап, оған жауап берудің жолын ақылға салып әлек. Қызыл жейде мен асының арасы жолмен өлшегенде мықты атты сабылдырып жететін жер. Табиғаты да бөлек. Таудың ар жақ беті қоңыр салқын жер. Биік шыңдарды қалың бұлт бүркеп алған. Мұнда қыс ерте түседі. Қызыл жейдеде жаз маужыраған күн бой жадыратады. Ал қазақ халқының басына төнген бүгінгі жағдайға қарағанда екеуінің тағдыры бір түр. Екінші айырмашылық бар. Біреуі ата-ана мен бала шағаны жылатып, азаматтары алыс сапарға аттандырғалы жатырда, екіншісі шамасы жеткенше күресіп бағуда. Ауыл абыр-сабыр. Жолға шығатын көлік бірінің соңынан бірі тіркесіп, Верныйға баратын жолдың үстінде тізіліп тұр. Сабаншының орнына жаңадан сайланған болыс Сүлеймен Ордабайұлы соңына ерген 5-6 полиция адамдары мен жігіттерді асықтырып, тезірек ауылдан жөнелтіп салғанша дамыл таппай жүр. Аздаған жел бар, шөптің иісі келеді. Көктем кешігіп келіп, шабындық жерлерде пішен биыл бітік өсті. Атты адамның өзі ішінен көрінбей кететін биік шөп шаруаның көз құртын жейді. Маяларды қыстау басына тасып алуға олар үлгерген жоқ. Қайрат көрсетер жігіттер кеткен соң мая біткеннің ертең далада қалатыны белгілі. Кедейдің кетпенмен қазып жүріп еккен аз ғана егіні де пісіп қалған. Күні кеше шаруа оны аралап жүріп ішінен қуанған еді. Құдай сәтін берсе, бүгін ертең көк егінге кірісермін деп қол орақтарын әзірлеп қойған. Бүгін енді ол бекер босқа төгілген маңдай тері сияқты көрінеді. Артта қалған бала шағаның қолынан не келеді? Шаруаның осыншама қыруар жұмысы тұрғанын Ақпатша білмей ме екен дейді. Өзінен бөтен үйде бас көтерер ешкімі жоқ жігіт. Ақпатша өзі қысылып отырғанда сенің жұмысыңды ұрғаны бар ма? Оның өз егіні өзінде, әлде қашан орып, қамбасына құйып алған. Шіркін, сонда да елдің күн көрісімен санасуы керек қой. Малжан деген бар емес пе елде? Қорықпа, ертең азық-түлікті соғыстан салып жібереміз. Онда тамақты үйде қалған жанның санына қарап береді дейді. Сен 6 баланы қатыныңа соны есептеп таптырған болуың керек. Сөзге сенгіш жігіт. Білмеймін құрбым, майданы біздің шелектен тым алыс көрінеді ғой. Балалардың қолына табыс болғанша не заман деп ауыр күрсінеді. Әңгімеге құлақ түріп отырған қарт сөзге араласа кетті. Балаларым, мұндағы тірі жан өзінің тіршілігін істейді. Сендер бізді көп ойламаңдар. Әлімханның баласы әкесінің сауындыққа берген сиырын алмаймын деп уағда етті. Оған да шүкіршілік. Менің қорқатыным басқа болып тұр. Бүкіл халқымыз жарлыққа қарсы шығып тұрғанда, біздің сендерді жөнелтіп жатқанымыз ертең бетімізге таңба боп басылмас па? Ақпатшаның жарлығына не дауа бар атау? Ант бар емес пе? Әй атай, баяғы бір антты бәріңіз қайталай бересіздер. Оның не қасиеті қалды?
шартқа қол қойған адамдардың сүйегі әлдеқашан қурап кеткен жоқ па? Олай деме балам, ата-бабаларыңның сүйегі қурап кеткенмен аруағы тірі. Ол менің көкірегімде, сенің қаныңда, ұрпағы құрып біткенше ұмытылмайтын ант. Болыстың көліктеріңе отырыңдар деген айқайы естілді. Ордабай ұлы алдыңғы арбаға жегілген атты қамшысымен осып жіберді. Соңғы көліктер өз еркімен ілгері жылжи берді. Әлімханның ұлы Қанағат атына мінді. Ешкіммен де қоштаспады ол. Оның сапарына да ешкім күйінбеді. Жанашыры жалғыз Ғайни еді. Екеуі екі жақта қаңғып жүріп, бір-бірімен жолығыса алмады. Ауылдағы екі ағасымен сөйлеспей қойды. Рақаттың сен майданға жүретін жігіттерді бастап барасың деген сөзіне де қарсылық көрсеткен жоқ. Қанағат алдыңғы атты жетектеп жолдан алып шықты да ата-бабалары туған шешесі жатқан қорымға қарай беттеді. Көліктердің алды ұзап барады, соңы әлі ауылда. Қазақта сапарға шыққан азаматтың соңынан әйел заты ермейтін ғұрып бар. Үйден аттандырып салып қана қарасы көзден таса болғанша орамалын бұлғап тұрады. Соңғы көлік ұзай бергенде әйелдер іркіліп кейін шегінеді. Көзге кім тыйым сала алсын, әйелдер жылап тұр. Қарттар да дыбысын естіртпей сақалын жуды. Жаңбыр биыл молақ жауып еді. Елдің көз жасы соның әлі де сарқылып бітпеген жалғасына айналып кетті. Көп көлік келіп қорымды қоршады. Жігіттер аталарының қабірлеріне зерле отырып, өздерінің ата антын бұзғандары үшін кешірім сұрады. Кешіріңіздер әруақтар, мұндағы бала-шағаның күн көрісін көздеп, бір сауынға сатылып барамыз. Тірі жүрсек, туған жерге батыр боп келерміз, дәмді дұзымыз сол жақта сарқылса атылып өлерміз. Бірақ сендердің анттарыңды ұмытпай, жүрегімізде сақтап жүреміз деп күңіренді. Кәрі қорым тіл қатпады оларға. Ел үшін ерлікті айқайшусыз, үнемі үндемей жүріп істеген аталар бүгінгі ұрпағының сөзінен гөрі қылығын танығысы келіп, сабырлықпен сынап жатқан болар. Бәлкім, біздің антымыз заманымызға қарай елді сақтап қалу үшін императордың алдында амалсыз бас июге мәжбүрлігіміз еді. 20 ғасырдың азаматтары сендерге жаңа ант керек дейтін шығар. Тілде, өзге дінде, өзге қазір. Арада өткен ғасырлық дәуірдің аумалы төкпелі оқиғалары ең қасиетті сөздерді ескертіп жіберді. Түс ауа Қызыл Жиденің жігіттері Верныйға біржола бет бұрды. Қара жолдың шаңы аспанға көтеріліп, үй іргесінен кетпей, көз талдырып тұрған қарттар мен әйелдерге кімнің алғы сапта, кімнің соңғы көлікте кетіп бара жатқанын айқын танытпады. Шұбырынды мал сияқты бәрін теңдестіріп, ұзаққа созылған сапар. Күннің көзі шақырайып алған. Дүние біткенді көзден жасырмай тұр. Артта қалған жандардың да жүрегі алаулаған өрт. Қоштасарда көп жылап еді. Енді аяулы азаматтарының аман есен оралуын бір Алладан жалынып та жалбарына тіледі. Тірі жан өзінің тіршілігін істейді деген қарттың сөзі жөн еді. Бұл баяғы заманнан бері келе жатқан көңіл жұбату. Губернатор қазақтан адам алу жөніндегі жарлықты орындау үшін шығыс жақтағы болыстарды 3 жәрмеңкеге бөліп, губерния бойынша таңдаулы аталып жүрген приставтар Үскілеуіпке, Бақай мен Сарытауға жиналатын болыстар Ақжелкеге, Қарқара оязының полиция қызметін басқаратын Клубницкийге асы жүктелді. Андрей Үскілеуіптің қарамағынан аз да болса, майданға алғашқы жігіттердің аттанып кеткені Ақжелке мен Клубницкийге қамшы болып тиді. Үшеуінің арасында бәсеке бар еді. Клубницкий алғашқы көшті бастамаса да, сан жағынан Үскілеуіпті басып озуды ойлады. Өзіне өзі сенген Клубницкий шелектің үстімен өтіп бара жатып, Үскілеуіпке тоқтамай кетті. Пристав оған кейіді. Бақай тауынан кеткен көтерілісшілердің асыдағы қазақтарға барып қосылуынан сақтандырғысы келген. Ояздың оң қолы мойын бұрмады. Клубницкий асыға келген болыстар мен байларды ел ағаларын шақыртып алып, күні кеше көтеріліс ашып,
патшаға қарсы шыққан елдің майданға адам, көлік жібергенін қысқаша хабарлады да асыдан 1000 адам мен 1000 ат жөнелтілетінін ескертті. Ұлық 1000 жылқының дәл қазір әзір болатынына кәміл сенді. Қазақ Ресей империясына өз еркімен барып қосылғанда жергілікті үкімет талап еткен малды беріп отыруға уәде еткен халық сол сөзіне бүгінде берік. 1000 адам бересіңдер дегені түйе сұра бие аларсың дегеннің кебі. Қызылбөріктің оншама жігітті бере қоятынына сенбей 500 адам алсам да жетер деп мөлшерледі. Клубницкийдің пристав Скулеевтен бір артықшылығы осының сөзін ел тыңдайдау деген адамын көзімен арбай отырып, бар салмақты соған аудара отырып сөйлейтін. Ояздың полиция жұмысы жөніндегі оң қолы болып жүрген жылдарда қазақ байларының әлді жағында танып, ең қиын істің шешуін солардың өздеріне тіреп үйренген. Әлгіндегі есебін ол Қызылбөріктің атақты байы Дәулетбаққа арнағандай болып сөйледі. Тағы бір сенгені губернатордың ақылы мен шелектен мырзаны өзімен бірге ала келген. Молда ұлықтың оң жағында отыр. Жалғыз ұлы Мәліктен бір айрылып, құдасы Сарманның аузын бағып қалған мырза Алла тағала өзі жебеп, қол ұшын бермесе, бұл шырмаудан тірідей құтылмасын білді. Бақайдағы жәрмеңкеге Дәулетбақ жаратып отырған атын қосу үшін барып, ондағы болған оқиғаны өз көзімен көріп қайтқан. Ұлықтың әмірінен де сескенеді, халықтың қаһарынан және қорықты. Көрер көзге отқа түсетін менің не сорым бар, шешімін басқалар айтсын деген оймен ол үндемеді. Былайғы отырған ақсақалдар да Дәулетбақтың сыңайын көріп, ұлықтың келесі сөзін күтті. Клубницкийге қарсы бірдеңе деу қиын, қылыштарын жалақтатып бұйрық берілсе болғаны, қарусыз жұртты қанға бояуға әзір солдаттар далада тұр. Тең отырып сөйлесу үшін жігіттерге хабар беріп, қол көтеру керек. Қазіргі күйде ұлық отырған үйден шығып кетуге рұқсат жоқ. Ояздың өкілі адам береміз деген ілебізді өз құлағымен естімейінше бұл табалдырықтан тірі жанның аттап өтпейтінін ескертпегенмен сырттағы күзеттен байқатып қойды. Ояздық өкіл ақырып бақырмады, не де болса шыдап бағуға тырысты. Алдына келген қымызды анда-санда бір ұрттап қойып, қос жастыққа сүйеніп сабырлы отыр. Киіз үйдің түріп тастаған есігінен асы жайлауына көз жібереді. Көктемге бергісіз таулы жердің көркі әрқилы ой тудырады. Көк орай шалғын мал түгіл адамның жанын рақатқа бөлейтіндей. Таудан аққан бұлақ суы мөп-мөлдір, бейне бір кәусар сияқты. Жағалай өскен қарағай Алатаудың осы өңірін күзетіп тұрған ағайынды батырлар тәрізді, біріне бірі ұқсас. Қызылбөріктің жері бұл. Тек осы асы үшін ғана мерт болған азаматқа өмірлік ескерткіш қоюға болады. Клубницкий өзінің романтикаға ауып бара жатқанын сезе қойды да жастықтан басын шапшаң көтеріп алды. Сіздердің үнсіз отырғандарыңызға қарағанда жарлыққа мойынсұнбайтын түрлеріңіз байқалады. Өз басым солай деп түсінем. Болыс мырзалар, сіздер мемлекеттің қызметтегі адамысыздар. Жоғары мәртебелі патша ағзамның жарлығын орындауға сіздер мұрындық болмағанда, оны іске асыратын кім? Маған 19 бен 31 жастағылардың түгел тізімін беріңіздер. Жарлықты өзім орындаймын. Ел ағаларының қабақтары түйіліп кеткен. Таудың ұшар басын бүркеп тұрған бұлт тәрізді. Бәрі де түнеріп отыр. Қызылбөрік тұқымының тіл қатпай отырып, батыл іске көшер алдындағы белгісі бұл. Жасаң жігіт ұлыққа қарап, бүгін күннің жұма екенін, осындағылардың бәрі түскі намаздан кешігіп қалғанына күйініп, Құдайға күнәлі болып отырғанын түсіндірді. Клубницкий мырзаға қарады. Екі оттың ортасында отырған молда жігіттің сөзін қостағандай басын изеді. Осы кезде ұлықтың жүзі жылып сала берді. Жұманың мұсылмандар үшін аса қасиетті күн екенін ескермегеніне кешірім сұрап, бәріне де рұқсат етті. Бірақ бекерге босатып жібергісі келмей, жарлықты орындау жолын ақылдасып, жауабын беретін мезгілді атады. Жұртқа керегі аз да болса уақыт ұту. Бұл турасында Құдайға алғысын жаудырып, жұманы
Клубницкийдің есіне салған жігіті айналып толғанды. Асыда жәрмеңке болған жоқ. Жұрт оның немен аяқталарын алдын ала біліп, мал біткенді құтты жайлаудан алыс айдап әкеткен. Алып сатар саудагерлер не істерін білмей иіріліп тұр. Пісіріп әкелген ас дәмдері бұзылып бара жатыр. Ұлықтан жәрмеңкенің қашан ашыларын сұрауға батылдары бармайды. Өздері мұнда полицияның күшімен зорға келген еді. Кімге барып шағым айтарын білмей сандалды. Ақсақалдармен бірге намаз оқу үшін еріп шыққан мырза келіні дәмелінің өзін жермен-жексен қып кеткен айласы жөнінде бар жиған дәулетін сарман өтірікшінің басып қалғаны хақында күйініп келеді. Клубницкийге асы жайлауына молданы бірге ала кетіңіз деп ақыл қосқан сол өз келіні екеніне шәк келтірмеді. Бірақ бұл ойлардың бәрі бір желіге түспеген, қайта иіруге келмейтін үзік-үзік жіп сияқты болып көрінді. Намазға жиналған үлкен кіші мырзамен сөйлеспеді. Кейін Қызылбөріктің жігіттері болыстардың қолындағы тізімдерді өртеп, Клубницкийдің отрядына қарсы шыққанда, молда қашып жүріп, қаңғыған оққа душар болды. Иман шартқа тіл келместен көзін жұмды. Айқас ұлықтың болыс билер мен Қызылбөріктің ақсақалдарынан жауап күткен мезгілде басталды. Атқа жастар қонды. Қызу қанды жігіттер үлкендердің ұлықпен тілдесіп көрелік, босқа мерт болмасаңдар қайтеді деген ақылын тыңдамады. Ақ патшаның таңдағаны біз болсақ, жауапты ұлыққа өзіміз-ақ береміз деп атой салды. Клубницкий далаға шығып, күзетші солдаттарға мылтық атып, маңайға біреуінде жолатпаңдар деп бұйырды. Көтерілісшілер ұлық түскен үйге қарай тұс-тұстан лап қойды. Клубницкийдің басына әттеген-ай, бір пулемет болар еді, бәрін бір жусатып салар едік деген ой келді. Жоққа жүйрік жетпейді, қолда ондай қару жоқ. Верныйдан шығарда губернатордың соңынан көмекке ірі отряд барады деген сөзіне сеніп қапы қалып тұр. Әбден жарап алған жүйрік аттардың шабысына көз ілесер емес. Әне-міне дегенше көтерілісшілер үйге тақап та қалды. Оларға қарсы оқ енді атылды. Қарсы жақтан да винтовканың дүрсілі естілді. Жігіттердің албан деген ұраны, айқай-шу, үрей біріне-бірі ұласып, асыны басына көтерді. Саудагерлер қас-қатар тігіп тастаған лавкаларына жүгіріп кіріп, бас сауғалаумен жүр. Атқа қоныңдар деп айқай салды Клубницкий. Солдаттар бірінен соң бірі оққа ұшып, домалап қалып жатыр. Үйдің киізі шұрқ-шұрқ. Клубницкийдің төбесінен 2-3 оқ зу етіп өтіп кетті. Жаралы солдаттардың көмек сұраған жалынышты үніне ешкім құлақ аспады. Әркімге өзінің тірі кеткені олжа. Ұлықтың тұла бойы малмандай тер. Түйе сұрап бие алғысы келген есебі оның қара басын сақтап қалсам деген тілекке ауған. Солдат жүгіріп кіріп, ұлық, текеметке ораныңыз, алдартыңызға жастық қойып отырыңыз, одан оқ өтпейді дей келіп, өзі қалпақтай ұшты. Клубницкийдің үстіндегі офицер формасын сыпырып тастап, солдаттың ақылымен алдартына құш жастық байлап алды да қарағай орманға қарай жүгіре жөнелді. Ұлық ескі қарағайдың тасасына тығылып отырып, көтерілісшілердің үйге қарай кіріп, бақытсыз шаңыраққа от тастағанын, 4-5 солдаттың қызыл тоғықтан тиген шоқпардың қуатынан жерге қалай ұшып түскенін көрді. Атқа мінген қазақтың жауға алдырмайтын мықтылығын мойындап, бойын ыза кернеді. Құр күжінгенне не пайда? Түн қараңғысын күтті. Винтовканың даусы алыстан естілді. Шамасы көтерілісшілерден сусып шыққан солдаттардың соңына түскен болу керек. Бәлкім офицерді де солардың ішінде дейтін де болар. Клубницкий түн ортасында бауырлай жылжып келіп, жайылып жүрген атқа әрең жетті. Кейде шауып, кейде шоқытып, ұлық шелекке таң алдында келді. Үскілейіп оны әрең таныды. Приставтың да күткені осы еді. Кеудесінің буына нан піскен Клубницкийді үйіне шақырмады. Қасына күзетші ертіп, солдаттардың жатақханасына жіберді.